Тәуелсіздік бабалар аңсауы ұрпақтың қол жеткен киелі кезең. Еліміздің тәуелсіздік бесігінде тербеліп келе жатқанына міне 30 жыл. 25 жыл ішінде Қазақстан мемлекеті өзінің етек-жеңін жиып, шекарасын бекітіп, дербес зайырлы мемлекетке айналды. Осының барлығы біздің ата-бабаларымыздың келе жатқан жеңістің жемісі болып табылады. 1991 жылы ел тәуелсіздігін алған кезде халық болып қана қуанған жоқпыз. Қазақ елінің өз алдына республика болуын қалаған әрі мойындаған Түркия. Бұл тәуелсіздікті бір ел ғана емес, бүкіл ел қолдайды деген сөз. Арысы қазақ хандығынан бастап берісі егеменді елдің іргесіне дейінгі көшті жалғастырып тұрған атадан тараған ұрпақтың басты парызы осы аманатты сақтау. Қазақта отансыз адам ормансыз бұлбұл деген сөз бар. Орманы жоқ құстың ұясы да, қонатын бұтағы да жоқ. Дәл сол секілді тірлік ету ортасы жоқ ұлттың өмір сүру мүмкін емес. Тәуелсіздік бұл ащы термен келген тәтті жеңіс, төгілген қанның, өлмеген жігердің отымен келген ұлы күн. Қазақ халқының ғасырлар бойы аңсаған арманы Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылданған сол бір тарихи күнде 1991 жылдың 16 желтоқсан күні жүзеге асты. Дүниеге жаңа мемлекет тәуелсіз Қазақстан келді. Біз өзіміздің рәміздерімізбен мақтанамыз. Қазақстан туымен тұғырлы, елтаңбасымен еңселі, әнұранмен айбатты ел. Біз бәріміз бір атаның қазақ халқының ұлымыз. Бәріміздің де туған жеріміз біреу. Ол қасиетті ұлы қазақ даласы. Бұл дүниеде біздің бір ғана отанымыз бар. Ол тәуелсіз Қазақстан. Қазіргі тәуелсіз Қазақстан ата-бабаның орындалған шұғылалы арманы, сарғайып күткен сағынышы.